Армысыздар бағдарламамыздың тұрақты көрермендері. Сіздермен бірге мен Елдар Нұрсұлтан. Бүгінгі бағдарламамызды өзінің білімі мен тәжірибесін халықтың адасуына алып келген Бекназар деген жігітке арнаймыз. Бекназар, қош келдіңіз. Рахмет. Өзіңіздің айтуыңызша сіз химиялық есірткілер сатқансыз. Жасап саттым. Бұл жолға қалай тап болдыңыз? Не түрткі болды? Барлығын айтуға дайынсыз ба? Мен шетелде оқу алған биология саласы бойынша. Бірақ маған Қазақстанға оралуға тура келді, өйткені әпкем жалғыз болатын. Шетелде жүргенде маған осы өзім мамандығым бойынша жұмыстарға ұсыныстар көп болатын. Бірақ мен оған қарамастан өз еліме қайтуды жөн көрдім. Менің әке-шешем де дәрігер болатын. Бірақ жол апатынан қайтыс болды. Ал әпкем болса, жергілікті медициналық оқу орнын бітіріп, өз дәріханасын ашқан. Елге оралған Бекназар ұзақ уақыт бойы ешқандай жұмыс таппай сарылып жүрген. Мұның бұл жағдайын түсінген Гүлнұр өз дәріханасына бірге жұмыс істей беруін өтінді. Оның үстіне дәрілер туралы Бекназардың ақпараты мол еді. Бекназар, мен дәрілерге тапсырыс беріп келейін. Сен өзің сата бересің бе? Аха, жарайды, уайымдама. Содан кейін бағалары мына жерде жазылды осы кітапта. Білмесең, хабарласасың ғой маған. Хорошо. Көп те жүрме. Тез келдің ғой. Гүлнұр, абай бол. Жақсы. Бекназар әпкесі кеткеннен кейін дәрілерді тыңғылықты бақылауға алып, әрбіріне үңіле бастады. Бір сәтте көзіне оттай басылған құтыдағы дәріні байқап қалды. Жалма-жан алып қағазын оқып, дегбірсізденіп кетті. Ол дәрілер не дәрі еді? Бұл арқылы химиялық есірткі жасауға болатын, мен шетелден білген болатын. Ал өзіңіз тәжірибеден өткізіп көрдіңіз бе? Жоқ, бірақ мен жасау жолдарын көрген болатын шетелден. Менің жұмыссыздық жағдайым бұны жасап көруге мені итермеледі. Сонда елімізде осындай есірткілерге сұраныстар көп пе еді? Жоқ, өте аз. Жалпы елімізде тұтынушылар өте сирек кездеседі. Ендеше келесі көрінісімізге назар аударсақ. Бекназар көп ойланбастан әлгі дәріні зертханалық тәжірибеден өткізіп, байқап көруге асықты. Бұл жұмыс әрекеті Гүлнұрға сезікті боп көрінді. Осылайша Бекназар арнайы барып, өзіне қажетті заттарын сатып алып, тәжірибеге кірісті. Істемекшісің? Қазір мен бір эксперимент жасап көріп жатырмын. Елесіз Гүлнұр, егер мына болып кетсе, біз байып кетеміз. Жоқ, бұл жерде бір шикілік бар ау? Жоқ, Гүлнұр, ешқандай шикілік жоқ, сен уайымдама олай. Бәрі жақсы. Бұл адам емдейтін зат па, жоқ басқа нәрсе ме? Әрине. Менің шетелде оқып келгенімде адамның денсаулығы үшін. Бірақ бұл заңсыз ғой. Гүлнұр, егер мына ісіміз сәтті шығып жатса, заңдастырамыз. Сен олай уайымдама.
Менің сынағым өте сәтті шықты. Өзіңе сынап көрдің бе? Иә, мен шетелде жүргенде өзіме көп нәрсені сынайтынмын. Мен дәл солай Қазақстанда да бұл сұранысқа ие болады деген ойда болдым. Бірақ әпкемді көндіру өте қиын болды. Неліктен? Бұл дәрілерді тек менің әпкем ғана ала алатын. Алғашқы дозаны кімге саттың? Алғашқы дозаны кішкентай кезімнен бірге өскен достарыма хабарласып, олардың достарына ұсына бастадым. Оларға ұнады. Толығырақ келесі көрінісімізден білсек. Мұрат пен Бекназар серіктеске айналып, есірткіні қала бойынша тарата бастады. Бір-бірінен естіген адамдардың да қатары көбейе бастады. Бірақ Бекназардың жасайтын шикізаттары таусылған еді. Досым, сен де шынымен бітіп кетті ма? Иә, досым өзің көріп тұрғандай, дәрі жоқ. Одан қалса Гүлнұрға да айтуға ұялып жүрмін кәдімгідей. Қызықсың досым, осыншама пайда түсіп жатыр. Неге әпкеңе түсіндіріп айтпасың? Сен қызықсың, Марат. Мен қайта айтамын әпкеме. Есірткіге дәрі керек дейін бе? Ойлансыншы кішкене. Болмаса осы күнге дейін түскен қаржыны Гүлнұр алсын. Жағдайларын бір нәрсе алып жасап аларсың. Просто жігіттерден ұят болды досым. Сен де бар деп айтып қойдым. Ақшаларын дайындап отыр ол. Жақсы онда. Все досым. Аманшылықта бір мәлісі табы. Не іздеп жүрсің? Әлде дәріден қалмады ма не? Оның бәрін өзің бітірдің ғой? Ой, Гүлнұр, мен саған айтпадым ба? Оны шетелде өзгеше қолданады. Мысалы, кейбір онкологиялық ауру бар жандарға бұл таптырмас ем. Онда біздің елде неғып қолданбайды? Енді біздің елде ол қатты дамымаған. Сондықтан сен жаңағы дәріге тағы да тапсырыс бер. Біз қаражатқа екі есе ие боламыз. Қаражат демекші. Бұл не? Аш көр. Мынау тым көп қой, қайдан алдың? Сұраныс көп, уайымдама. Бірақ бұл әрекетіміз білсе? Уайымдама, ешкім сатпайды бізді. Бәрі жақсы. Осыны пайдаланып, біз екі есе қаражатқа ие боламыз. Сондықтан Әкметай, дәл үстінен түк басайық. Бірақ бәрі жақсы болады деп уәде берші. Уәде беремін, Әкметай, уәде беремін. Абай болшы, жарай ма? Әпкеңіз алып келді ме дәрілерді? Иә, алып келді. Бірақ оны мөлшерімен ғана береді екен. Әкелген дәрілерді бірден жасап сатып отырдың ба? Иә, ол дәрілер тез өтіп кетіп жатты. Өйткені сұранысқа ие болатын. Дәріханадан гөрі менің тауарларым өте тез өтетін. Сонда сенің негізгі тасымалдаушың Мұрат болды ма? Жоқ, ол ғана емес, және одан да басқа достарым болатын. Олар кейбір уақытта да кезекке тұратын. Әпкелі інілі екеуінің қалталары толып, көңілдері көтеріліп қалған еді. Екеуі емен жарқын сөйлесіп, өткен естеліктермен бөлісетін сәттері жиіледі. Мынаны қарашы, мен түрімді. Анамыз сені қатты жақсы көретін ғой. Иә, ал сен әкем қасынан тастамайтын еді. Иә, әкеммен бірге ауруханада жүретінмін. Талай ауруларды емдегенін көрдім. Әкеміз сабырлы еді ғой? Иә, сабырлы еді, бірақ мен әкеме тарта алмадым. Анама тартып кеттім, пысықтығын ұстап. Бека, оларды сағынасың ба? Әрине сағынам. Бірақ қазір олар
қасымызда болғанда ғой. Қасымызда болғанда олар маған андай тірлікпен айналыстырмайтын еді. Негізі бұл тірлік маған да ұнамай жүр, Бек. Гүлнұр, сәл шыдашы, аз қалды. Мен бітіріп алайын. Айтпақшы, Гүлнұр, мен тұтынушыларым кетіп жүреді. Мен қазір келемін. Жақсы. Менің қала бойынша соншалықты тұтынушыларым болады деген ой менде болған да жоқ. Тіпті телефоныма тыныштық болмайтын. Бірақ мен көрген нашақорларға есірткіні ұсына бастадым. Тіпті өзімнің қауіпсіздігімді қамтамасыз етуде жігіттер жаныма жинай бастадым. Ол не үшін қажет болды? Менің бизнесіме көз сұққан адамдар көбейіп кетті. Олардан қалай құтылдың сен? Мен бұны жігіттер арқылы шеше бастадым. Ол жігіттер сенен не талап етті? Ақшаны. Басында ақшаны ғана талап етті. Содан кейін бұларды есіртке сұрай бастады. Мен сол кезде сатуды уақытша тоқтатқан болатынмын. Ал әпкем болса тасымалдауды тоқтатпады. Бірақ Бизнесінің аяқ алысына риза кейіпте үйге келген Бекназар әпкесінің өте көңілсіз қалпын көрді. Гүлнұр, не болып қалды саған? Маған дәріхана қоймасындағылар не айтқанын білесің бе? Не дейді? Олар менімен жұмыс істеуден бас тартты. Біз әлгі дәріні шамадан салып қойыппыз. Күдік ұялатады дейді. Сен олармен не істеп жүрсің? Гүлнұр, айтып емес пе мен саған? Білмеймін, мен сенбей тұрмын. Біздің елде күдікке ұшырау ғажап емес. Бірақ шетелде бұл заңды ғой. Ол дәрілермен әртүрлі мақсатта пайдаланып екен. Менің ойымды тыңда енді. Менің ойым тек адамдарға жақсылық жасау ғана. Ауруларын айықтыру, ұмыттыру. Менде басқа өзге ой жоқ менде. Біз енді ол дәрілерді қайдан аламыз? Көп қой. Өзгелермен келісім шартқа келейік. Жақсы, онда басқа жақтарын қарастырып қойын. Жарайды енді. Басқа жақтарын қарастырып қой. Мен қазір келем. Жақсы. Әпкеңе бар шындықты айттың ба, әлде батылың бармады ма? негізінде айтсам да болатын еді, бірақ өзім қаламадым. Бұндай іске келгенде әйел адамы өте шыдамсыз болып келеді ғой. Сондықтан мен уақытша айтпайын деп шештім. Ал әпкең сезген жоқ па бұны? Сезген сияқты болды, бірақ менің көңіліме қарады ма, әлде өзінің пайдасын ойлады ма, бұл жағы маған беймәлім. Сонымен қатар сен басқа да дәрі тасымалдаушылармен келісімшартқа отырдың ба сонда? Иә, дәл солай. Менің әпкем басқа қоймадан дәрі тасый бастады. Мен зертханада отырып, химиялық есірткінің дозасын көбейте бастадым. Ендеше келесі көрінісімізге көз жүгіртсек. Бекназар химиялық есірткінің күшін көбейту арқылы тұтынушыларға ұсынды. Мұратқа бағасының да өскенін ескертіп, екеуі өз клиенттерінің де тағы тапсырыс беруін қалады. Осылайша оңай олжаға қарық болып жүре берді. Ма досым, данышпансың осы. Досым таста тап. Теме, көп тұрсың жұмыс жасап отқан. Мыналарың высший сорт қой сен досым. Мұның тек оңай нәрсе бар. Қытайдан келетін химиялық есірткінің бәрі осылай тура мен сияқты үй саласында жасалады. Бірақ сенікі отандық өнім ғой. Сол үшін бағалы. Қатырасың, Мұрат. Қысқасы, мынау жаңа өнім. Жаңа өнімді ұсынып көрсе, олар өздері ақ іздейді. Ал ескі өнімді сен
бағасын көтер. Досым, бәлкім өзіміз байқап көрмедік па? Қуасың ба сен? Өлтіреді мұны? Ойнап айтып атық, досым. Ойнап айтпа. Айтпақшы, Гүлнұр біле ма? Гүлнұр білмейді сол. Дәрі де ойлап жүр ғой. Қысқасы, ертең мынаны келісілген жерге апарып беремін саған. Сен сездірме. Болды, досым. Сездірме ма? Все, жақсы, досым. Жақсы, амандықта. Менің шабытым ашылып, басқа да дәрілерге тәжірибе жасай бастадым. Күні түні ұйықтамай, есірткінің қыр-сырына еніп кетіппін. Клиенттерім де көбейді, біршама қаржы да жиналып қалды. Бұл жұмысқа әрекеттеріңізді үшеуіңізден басқа біреу білді ма? Жоқ. Бұны әпкем де білмейтін. Әпкем мені дәріс істеп жүрді ойлайтын. Мен сол баю жолында жаңа жоспарлар құра бастадым. Бұл есірткіні шетелге шығару деген ой келді. Сонда бір сөзбен айтқанда құнықтыңыз ғой? Солай десе де болады. Ой, Гүлнұр, қалай жағдай? Жақсы. Бека, мен саған айтатын бір жаңалығым бар. Иә, тыңдап тұрмын. Анау біз алып жүрген дәрілер бүкіл қала бойынша жоқ, таусылып қапты. Е-май, Гүлнұр, қызықсың сен. Енді мен не істеймін енді? Осы жұмысты қоя салайықшы. Қалай қоя саламыз? Менің клиенттерім ше? Мен клиенттеріме не айтамын? Олар ақшасын төлеп қойды олар. Таусылып қалды деп айтасың, басқа не айтасың? Таусылып қалды? Тоқта, ше. Менде бір қорап дәрі бар. Соны сатып, уақытша ақша жинап алайық. Содан кейін көре жатармыз. Пожалуйста, осы жұмысты қоя салайықшы. Бір бәлеге ұшырамайтынымызды қоя салайықшы. Гүлнұр, шамалышташы. Сәл қалды. Шамалыштайық. Содан кейін бәрі дұрыс болады. Өзіңіз қойш. Гүлнұр! Гүлнұр, тоқташы! Қала бойынша химиялық есірткінің көбейгенін байқаған полиция қызметкерлері нашақорларды ұстап, қайдан келіп жатқанын білу үшін қауырт іске кіріскен еді. Бұл хабарды Бекназарға досы Мұрат келіп жеткізді. Қалай жағдай, Бека? Шүкір аман сен. Өзің қалай, Мұрка? Осының жағдай былай болып тұрды. Маған срочно қаладан кету керек. Не болып? Жігіттердің бәрі қамауда. Мен сатып жібере ма деп қорқамын да. Мұрка, кішкене қалды. Бітіріп тастайық. Все, екеуміз кайфовать етеміз. Жоқ, досым. Мен жалғастырмайым. Маған срочно кету керек, досым. Мұрка, кішкене қалды ғой. Бітіріп тастайық. Все, бітті бәрі. Мен саған уәде берем. Мынау соңғысы. Жоқ, түсінші, досым. Жігіттердің бәрі қамауда жатыр. Олар мен сатып кету мүмкін, досым. Жоқ, өзің бастадың ба, өзің аяқта. Маған кету керек. Мұрка, тыңдаш. Сен менің роднойымсың ғой, кішкентай кезімнен келе жатқан. Жалғыз бауырымсың. Мынаны бітіріп тастайық мына тірлікті. И все, бітті бәрі, Мұрка. Досым, кімге сатамыз оны? Жігіттердің бәрі қамауда жатыр. Кім алады оны? Жоқ, досым, маған ренжіме. Маған кету керек. Ей, Мұрка, есің жи.
Не болдың саған? Акыңса бармайсың ба? Досым, түсінші мен. Жігіттердің бәрі қамауда жатыр. Олардың бәрі мені сатып кетуі мүмкін, досым. Маған кету керек, түсінші мен, досым. Ей, бетіңе айтайын. Көзіме көрінбей. Тұр. Мен бұл жаңалықты көтере алмадым. Ақшаның келгені көзіме елестеп, көзімді шел басқандай болды. Мұраттың бас тартқанын да көтере алмадым. Дер кезінде тоқтатуым керек пе еді? Жоқ, ондай өте табысты бизнестен бас тарту өте қиын. Себебі ақша деген адамды алдап, арбап тастайды екен. Әрі қарай сатуды жалғастырдың ба, әлде тоқтаттың ба? Екеуі де болмады. Мен үйге келсем, Полиция қызметкерлерінің зерттеу жұмыстары мен тергеулері барысында Гүлнұрдың дәріханасы күдікке ілінді. Себебі Гүлнұр қоймалардан алып жүрген дәрілерінің барлығы олардың есептерінде жазулы еді. Осылайша өз жұмыстарына салғырт қарамастан полиция қызметкерлері бүкіл қаланы улаған есірткінің негізгі қайнар көзін тапқан болатын. Гүлнұрда кетіп бара жатқан сәтте келіп қалған Бекназар өз басын алып қашпақшы болды. мен де көп уақыт өтпей ұсталдым. Тергеу барысында әпкем екеумізді сыбайлас деп тапты. Әпкеңізде қандай айып тақты? Әпкеме менің сыбайласым және жеткізуші деген айып тағылды. Қанша жыл берді? Әпкеме 7 жыл, ал менің өзіме 9 жыл. Әпкеңіз бұны естігенде қандай жағдайда болды? Әпкем мені кешіре алмады. Өтірік айтқанымды қабылдай алмады. Ал қазіргі таңда әпкеңіздің жағдайы қалай? Әпкем 7 жыл түрмеде жатқанда ауырып, мерт болыпты. Кешіріңіз, иманды болсын. Бұны түрмеде жатқанда естідіңіз бе? Жоқ, түрмеден шыққаннан кейін іздеу барысында естідім. Ол мені кешірмеген күйінде өмірден өтіп кетіпті. Көрерменге не айтасыз? Егер өзіңіздің істеп жатқан істеріңіздің дұрыс емес екенін білсеңіз, бұған кінә сырын таппаңыз. Өйткені өткен нәрсе қайтадан келмейді. Бүгінгі бағдарламамызға келіп, осылай қателіктеріңізбен бөліскеніңізге көп-көп рахмет. Құрметті көрермендер, бүгінгі қонағымыз өзінің өмірдегі жіберген қателіктері үшін және жақыннан айырылып қалғаны үшін азап шегуде. Бұл оқиға әрқайсыңыздың басында қайталанбасын деп тілейміз. Алайда бүгінгі оқиғадан ой түйіп үлгі алатындарыңызға сенімдіміз. Хош, сау болыңыздар.